Сәлем достар, осындай саңырауқұлақпен дайындалған паста дайындағыларыңыз келсе, видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Дәмін енді айта алмаймын, өте ерекше. Дайындап көріңіздер. Ас болсын, видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ол үшін керек заттар бізде ең бастысы саңырауқұлақ. Саңырауқұлақ менде консервіленген түрін алдым, свежий түрі болмағасын. Сосын саңырауқұлақтың өзіндік бір дәмі болады. Сол дәмін алу үшін біз міндетті түрде жуа және чеснокты майға қуырамыз. Майымызды қыздырып дайындағанша осылай жуамыз бен чесногымызды дайындап аламыз. Енді көріп отырғандарыңыздай таза құрғақ сковородкеге сұйық май, бір ас қасықтай және бір ас қасық сары май салдым. Екеуін араластырып осылай жібітіп алып, оның үстіне жаңа дайындаған жуамыздан бастап саламыз. Жуамызды кішкене шыжғыртып аламыз, осылай қуырып. Әбден майға араластырып, яғни бұл саңырауқұлақтың өзіндік бір дәмін алу үшін қажет. Енді оның үстіне сарымсағымызды салып, осылай 1-2 минуттай қуырамыз, яғни қызарғанша. Міне осылай қызара бастаған кезде саңырауқұлақты консервідегі осылай жуып дайындап алдым. Үстіне салып, бірге қуырамыз. 5-10 минуттай қуырылады, себебі консервіленген сулы саңырауқұлақ болғандықтан суы шығады. Мүмкіндігінше қызарғанша қуырғандарыңыз дұрыс. Осылай жақсылап араластырып, былғап, баяу отта қақпағын жауып 15 минутқа қалдырамыз. Енді көріп отырғандарыңыздай қасына лагман дейін ба, вермишель дейін ба дайындауға кірістім. Ол үшін роллтың осындай вермишелі бар, кеспе сияқты, ішінде 6 бөлек, соның біреуі 1 адамға деп есептегенде мен 3 адамға дайындап жатырмын. Осылай 3 бөлегін саламыз. Жаңағы неміз қуырылып жатыр, баяу отта. Осылай қызара бастаған кезде жақсылап араластырып 33% сливкиді құямыз. Мынау менде 200 грамм. Яғни 3 адамға осы 200 грамм жеткілікті. Көріп отырғандарыңыздай, үй жағдайында кәдімгі таза қаймақты пайдалансаңыздар да болады, бірақ оның майлылығы жоғары болады. Ол кезде сүт араластырасыздар. Егер сұйық болған қаласаңыздар, бұғанда кішкене сүт араластырып жіберуге болады. Кей жағдайларда ақ вино да құйып жатады. Біз енді ішімдік ішпейтін болғасын осылай сүтпен және сливкімен жасадық. Бұл жердегі негізгі құрал саңырауқұлақ және сливки. Осылай араластырып, баяу отта тағы да 10 минутқа қоямыз, яғни қайнау керек. Міне көріп отырғандарыңыздай қайнап жатыр. Тағы бұқтырып қоямыз. Татымына қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштерді салсаңыздар болады. Тұзды аз салғандарыңыз дұрыс, себебі саңырауқұлақтың өзіндік бір қышылдық дәмі болады. Дайын болып қалды. Вермишелімізде, яғни лагманымызда дайын болды. Оны міндетті түрде піскеннен кейін осылай мұздай суға шайып алам, себебі жабыспайтын болады. Осылай жақсылап мол суға жуып, оны осылай сүзгіден өткізіп алам, яғни суын сарықтырып. Бізде соусымыз да дайын болды.
яғни көріп отырғандарыңыздай. Енді осылай беруге болады. Менде енді үй жағдайында қайшы болмай қалды, аспаздық қайшы. Өте ұзын, кішкене ыңғайсыздық туындатып жатыр. Осылай бірінші вермишелін салып, үстіне соусын құйып ұсынсаңыздар болады. Дәмі ерекше күшті болды. Біз ресторан, кафелерде аламыз, бағасы да қымбаттау, дәмі жақсы болғанмен. Үйде бір 1000 теңгедей кеткен шығар расходына 3 адамға. Жасап көріңіздер, ас болсын. Каналға жазылуға ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Әрбір маған жазылған подписчик өзі орны бар. Осылай дайындап алдым. Енді оның үстіне дайын сливкемізді, соусымызды құямыз. Негізі бұл жерде тауық етін де қосуға болады. Менде тауық еті болған жоқ. Бірақ осылайда дәмді, өте дәмді шықты. Дайындап көріңіздер үй жағдайында. Ас болсын. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Қалған тестіні осылай сармай салып араластырып қойдым, себебі жабысып қалмасы үшін, арасы сусылдап тұру үшін осылай араластырып қойсаңыздар болады артық қалған тестіні. Міне көріп отырғандарыңыздай прям сочный, күшті, әдемі паста пайда болды бізде. Каналға жазылып, колокольчикті басып қойыңыздар.